Баршаңызға сәлем, менің есімім Жұлдыз, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада сіз видеоны қалай дұрыс түсіру керектігін үйренетін боласыз. Алдымен видео түсірмес бұрын камераның настройкасын жөндеп алайық бірге. Ең бірінші телефонның настройкасына кіреміз. Поисктан камера деп іздеп, камераның настройкасына кіреміз. Запись видео. Осы жақта ең бірінші 1080-60 кадр секундты таңдаймыз. Неге? Ол видео түсіргенде сапаны құртпас үшін, памятті көп алмас үшін осы модульді таңдаймыз. 4К 60 болса, ол да жақсы түсіреді, бірақ памятті көп алады. Одан кейін астына түсіп, HDR видеоны өшіріп тастаймыз. Көбісінде осы қосылып қалады. Осыны өшіріп қоямыз, басқасы сол күйінде тұра берсін. Екіншісі запись замедленного видеоны 1080-де 240 кадрға ауыстырамыз. Одан кейін тұра берсін. Форматыйды высокоэффективныйды таңдаймыз. Басқасы тұра берсін. Астына түсеміз, сетканы қосамыз. Ол бізде видеоны, суретті дұрыс түсіруді үйретеді.